Сәлем, бұл жаңа влог. Бір апта видео түсіріп, бір аптаға жоқ болып кеткен мен Рахат. Бүгін мен сіздерге өзімнің осы бір аптаның ішінде басынан өткен оқиғаларды және де жаңалықтардың барлығын айтып бергім келіп отыр. Яғни бұл разговорный влог десек те болады. Ең бірінші жаңалығым ол менің мини-экспериментім бітті. Яғни мен әлеуметтік желілерге 7 күн бойы кірмедім. Ол Instagram мен Telegram. Негізінде мен Instagramға 3 немесе 4 сағатын оқытатын едім, ал Telegramға 20 ғана минут. Ал қазір мен осы 7 күнде мүлде кірген жоқпын. Екеуіне де қазір мен Instagramға максимум 20-30 минут, ал Telegramға 5-10 минут. Яғни уақыттары қатты төмендеді. Бұл маған әрине жақсы, уақытымды үнемдеуге көмектесті. Кешегі жұмада мини экспериментім бітті. Instagramға кірдім. Сол баяғы посттар, сол баяғы историялар дым өзгермеген. Сәлем, қазір мен Шашқынға бара жатырмын. Және де дала қазір өте әдемі болып тұр. Кеше көктем сияқты болып жатыр, бірақ та бүгін қайтадан қар жауды. Екінші жаңалығым, мен ағылшыннан Elementary деген уровеньді бітірдім. Яғни қазіргі уақытта менің ағылшын деңгейім A2 деңгей. Үшінші жаңалығым, мен тағы да 30 күндік эксперимент бастадым, және де біреу емес, 2 экспериментті бастадым. Бірақ та қазір сіздерге оның қандай екенін айтпай-ақ қояйын. Бірақ та бұл 2 экспериментті сіздерге де маған да пайдалы болады, себебі мен өзім қолданған материалдардың барлығын сіздермен бірге бөлісетін боламын. Яғни егер де менде результаттар болса, сіздермен міндетті түрде бірге бөлісемін. Мінекей осындай жаңалықтар бір аптаның ішінде басымнан өтті, және де сіздерге қазір бір өтініш айтқым келіп отыр. Яғни осы видеоның астына комментарийге өзіңіздің сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер. Яғни маған немесе видеоға қатысты қызықтыратын сұрақтарыңыз болса жазып кетсеңіздер, мен сұрақ-жауап рубрикасын ашқым келіп отыр. Және де сіздер көргендей отырып алып сұрақтарыңызға жауап бермеймін. Қызық сұрақтарға және де басқа локацияда, басқа форматтағы сұрақ-жауап. Сіздер бұндай сұрақ-жауапты көрмеген шығарсыздар. Сондықтан да комментарийге қызық сұрақтарыңызды жазып кет. Келесі видеода көріскенше.